Найзағайлы сәлем. Интернет желісінде күнделікті видеолар салынуда және оның едәуір бөлігі қорқынышқа толы. Бірақ қайсысы шын, қайсысы өтірік, оны ажырата алмаймыз. Бүгінгі видеода түсіндіруге қолайсыз қорқынышты видеоларды көрсететін боламын. Ал сіздер видео басталмай тұрып арнаға жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Бұл қыз осы лифтіге кіргеннен кейін басы айналып, есінен айырылды. Соншалық тіпті шығып бара жатқанда сөмкесін көтерген де жоқ. Ал ең қорқыныштысы, оны көрінбейтін нәрсе лифтіге қайтадан тарта бастады. Видео авторы өте қорқынышты ғимаратта бір түрлі нәрсені байқағанын видеоға түсіріп алды. Ең қорқыныштысы мына жер. Мен тіпті осы видеоны түсірер кезде автор нені сезінгенін елестете де алмаймын. Бұл үйдегі бір бөлмеден қорқынышты дүниені байқап тұрған секілді. Бірнеше уақыт бойына бөлмеге кіруге жүрексінді. Артынан видео авторы бөлмеге өзі кіріп, бұл жердің қауіпсіз екендігін, ешкімнің жоқ екендігін көрсетсе де, жануар шошынған көздермен ол жерде тұруға болмайтынын ескерткендей. Бұл қыз өзін түнде әлде бір тылсым күштің мазалайтынын айтып, видеоға түсіруге тырысқан болатын. Ол түнімен қайта-қайта оянып кете берді. Дегенмен, видеода тылсым деп айтарлықта ештеңе байқалмағандықтан кейбіреулер бұған сенбейді. Бұл жігіт құжаттармен лифтіде тұрғанда қағаздар әлде бір нәрсенің әсерінен ашылып жабыла берді. Бүгінге осындай видеолар алда жиі шығатын болады. Сондықтан арнаға жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпа. Келесі найзағайлы видеоларда жолыққанша.